Ассаламу алейкум. Оразаның алдындағы ережеп айы Раджаб айының нәпіл оразасы ертеңнен басталады екен. 23-нен бастап. Яғни бүгін дәл қазір сағат 10 шамасы болып қалды. Ертең таңғы намазға жарты сағат, 1 сағат қалғанда тұрып аузымыз бекітеміз. Нәпіл ораза. Енді ережеп айы Рамазан айының алдындағы нәпіл ораза. Тұтсаңыз өз еркіңіз, тұтсаңыз болады, тұтпасаңыз да өз еркіңіз. Күнә емес. Тұтсаңыз сауап болады. Енді бұл жерде қадалып қалған мынанша күн тұтасын деген жоқ, өзіңіз білесіз. Мысалға, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір кісі келіп айтқан кезінде, бір сахаба келіп айтқан кезінде, мен ораза тұтқым келеді, бір күшті ораза тұтатын айтыңызшы деп, енді сауабы көп, мықты. Сол кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, айына 3 күн тұт дейді. Сол кезде мен одан да күш жігерім жетеді, мықтығы. Жаңағы күшім жетеді дегенде содан кейін айтқан, жаңағы понедельник, четверг сүннет амал бар ғой, солай тұт деген. Понедельник күн, четверг күн сүннет. Содан кейін ол айтқан, мен одан да жақсы нем жетеді деп, күшім жетеді деп. Сол кезінде айтқан Дәуд пайғамбарымыз алейхиссаламның ұстаған оразасы бар. Через ден тұтады. Бүгін тұтады, ертең тұтпайды, ары күн тұтады, солай тұтыңыз деп. Енді осы ережеп айында өзіңіз білесіз, қанша күн тұтсаңыз да өз еркіңіз. Бұл жерде қадалып қалған не жоқ. Иншалла Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кімде-кім 3 күн айына ораза тұтатын болса, бүкіл өмір бақи ораза тұтқан болып есептеледі деген. Содан кейін понедельник, четверг тұтқан адам нәпіл ораза. Рамазан айындағы ораза емес бұл. Нәпіл оразаны тұтса, жаңағы періштелер ол кезде бір-біріне пересменка дейді ғой, соны тапсырып жатқан кезінде, понедельник, четверг кезінде, менің құлым не істеп жатыр деген кезінде ол айтады екен, үнемі ауыз бекітіп жатыр, ауыз бек деп айтады екен. Сондықтан понедельник, четвергте тұтсаңыздар болады, черезден тұтсаңыздар да болады, өте күшті ол. Дауд пайғамбарымыздың несі, жаңағы оразасы, нәпіл оразасы. Рамазан айында біз толық парыз қылып тұтамыз, ол бекітілген ораза ол. Біз міндетті түрде тұтуымыз керек, тұтпасақ күнә болады. Ал мына нәпіл ораза, мынау енді қазір ережеп айы Рамазан алдындағы оразаны айтып жатырмын. Одан кейінгі айлардағы нәпіл оразаларды мен айтатын боламын. Иншалла жақындай берсін, сол күнге жете берейік. Маған бүгін көптеген сұрақтар келіп жатыр. Сондықтан сіздерге етірақ айтайын дедім. Ертең 23-нен басталады. Ары қарай өз еріктеріңіз. Қанша тұтсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Аллах тағалам дұға тілектеріңізді қабыл қылсын. Айтпақшы бір қоса кететін, ертең жәннатта Раян деген есік болады. Сол кезінде осы Раян деген есікке тек ауыз бекіткен ораза ұстаған Рамазан айында немесе нәпіл ораза ұстаған ол вообще сауабы мықты, өте керемет. Сол адамдарды ертең Раян деген есіктің артында кіргізеді. Ол Раян деген есіктің артындағы, жәннаттағы есіктің артындағы тек Аллах біледі. Басқа ешкім білмейді, періштелер де білмейді. Аллах тағала оны бізге сақтап отыр. Сондықтан асығайық.